Бүйі қаптаған жас. Әңгіме. Авторы Ғалымбек Елубай. Құрметті тыңдарман, басқа да әсерлі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеле кетуді ұмытпаңыз. 87 жылдың жазында аяқасты серлік таудың етегін қоныс қылған Көктерек ауылын үлкені қойдың құмалағындай қара бүйі жайлап кетті. Жазда тау бауырына тығыла қараша киіз үйлерімен аз ғана қараң-құраң сауын қылып, қыстық тоқал тамдарынан қозы көш ұзап отыратын ауыл алатайдай бүлінді де қалды. Бүйісі құрғыр осы екі қоныстың арасындағы жусанды жазыққа шеп құрып, шербілеп, іргесі күн ұзаған сайын кеңейе түсті. Келімсек жәндіктер әрбір жусаның түбін сәл үңгейді де өзіне шақ торын төңкере тоқып, атылар сәтін күткен қорғасын оқтай бекініп жатады. Әуелі жазықтағы құрт-құмырсқа шегірткенің тұқымы құрыды. 3 шақырым жердегі ауыл орталығынан темір атпен велосипедті солай атайтын едік. Тыртыңдап оқитын ауыл балалары басында олардың ініне ши жүгіртіп, немесе құрбандық шегіртке тастап, олардың тарпабас салғанын қызықтап жүрдік. Бұл ойынымыз ауылымыздағы Әутайды бүйі шағып алғанға дейін ғана жалғасты. Қыр адамдары әдетте бүйі жәндігінен қатты сақтанады. Бір бүйінің тигені 7 жыланың шаққанымен бірдей деп жатады. 41 бүйіні бір ыдысқа салып, 41 күннен кейін ашқанда бірін-бірі жеп, соңында қалған жалғыз бүйінің уы әлемде теңдесі жоқ заһарға айналса керек. Оны қас қылған адамдарының үзеңгісіне, тізгіннің қол ұстайтын жеріне жақса, үйіне жеткенше ат жалын құшады деген аңыз да барды. Әутайдың ауылымыздағы жалғыз дәрігер Дәлей ағаның емханасындағы азабын көзбен көрмегенде ойынымыз жалғаса берер ме еді, кім білген. Әутай тұла бойын шайлаған одан жарым денесі қарайып, заһар кіндік тұсына дейін келіпті десіп жатты үлкендер. Оның зар елеген даусынан жаздық үйдің дедегесіндегі аяқтары қылмен маталған, қанаттанбаған қарлығаш балапандары құлап жатыпты деді біреулер. Жаны мұрнының ұшына келген Әутай шағын бөлмені шыр айналып, айналайын жаратқан, бүйтіп азаптағанша шыбын жанымды кеудемнен кекіліктей ұшыра көр дейтін болса керек. Ақыры емге мұрса бермеген Әутай сорлыны төсекке байлатқан дәкең төсектің 4 сирағын темір қазықпен жерге сіңіріпті. Ауыл дәрігерінің сабалап салған уколынан ба, әлде шынында су ішерлігі бар ма, бүйі заһары жүрекке жетпей, ажалына сынық сүйем қалған Әутай аман қалды. Бүйі оны жаздық шұлығының ішінен шаққан. Аңғал шаруа әуелі жыбыр еткен жәндікті шұлық сырты мытып қалса керек. Ашулы жәндік бір шым еткізген. Шаруа екінші мәрте мытыған. Екінші реткі шым еткізуден кейін тыншыған. Әутай атын ертеп мініп, енді жүре бергенде серейіп құлаған. Жанына ойбайлап жетіп келген әйеліне аяғым деуге ғана әлі келсе керек. Екінші құрбандық біздің жаздық көршіміз Қаске есімді бала еді. Оны көрпешінен шақты. Сосын 3-ші, 4-ші. Бүйі түйгендердің ортақ бір ерекшелігі болды. Олар жасына, денсаулығына қарамастан, денесіне у жайылған сәттен бастап май сұрайтын еді. Май болғанда қойдың құйрық майы. Олар ерген сұйық майды бейне шілдеде шаңырқап кеп суатқа түскен бұғылардай сүйсіне жұтқанда қарап тұрған адамның жүрегі лобитын еді. Тоймайтын, бере-бер деп зарлайтын. Үркердей ауыл үрпердей болды. Сақтанудың түрлі шаралары жасалып жатты. Біреулер бұлақ суын бұрып әкеліп, үйлерін айналдыра ағызып қойды. Екіншісі айнала ақ сеуіп жатты. Енді біреулер үйлерін қоралап, қой көгендеп тастады. Себебі қой жарықтық бүйі көрсе тұра қалып тарпиды да лезде тіліне орап жұта салар еді. Ол қой күзге жетпей таң айырыла семірер еді. Үш құртынан арылады дейтін қойшылар. Бірақ бұл жоралғы мынау шақырылмаған қонаққа жүрмейтін болып шықты. Қой момынның алдына бұл жәндікті тастар болсаң, анау мынауға селт етпейтін шопан ата тұқымы 5 тасаудай пысқырып қашатын еді.
Қаскейді қоралы қойдың ортасындағы үйінен шақты. Сонымен біз ауыл балалары мектептен қайтар жолда балақ жеңімізді буып, тас түйін шүперек сауытпен жүретін болдық. Үйде әр күні бір ересек адам түні бойы керосин шам жағып, түнгі күзетте отыратын. Кезектесіп ұйықтайтын еді. Шам жарығында кереге басы, уық қары, түңлік асты, жабық жапсарынан арбаңдап, көлеңкесі зорайып шыға келетін жауызды аңдитынды. Ауыл дүрлігіп жатқанда әкімдік мыңқ еткен жоқ. Әшейінде шегірткемен күресіп жататын коммунистік үкімет мұны ауылды бет басып кеткендей қаперіне ілмеді. Қорқыныш пен үрей жаздың бастапқы 2 айында сейілмеді. Алтайдың бір аңғарын шайлаған ауыл 2 ай бойына көрер таңды көзімен атырып, түсте түс көріп жүріп тірлігін жасады. Ауыр еңбекпен ұйқысыздық қажытқан әкелер жағына пышақ жанығандай азды. Енді үйленген отауы өрт жігіттер өз төсегінен үрейленіп жүрді. Кемпірін Құдайдың құтты күні сабайтын Қабдол қарт өмірінде бірінші рет кемпірінің кәрі тулақтай шытынаған жүзінен сүйіп, "Сүйіктім, қош бол, саған көтерген қолым тозақ отына күйсін" деп қоштасыпты. Іле оны шаққан ара екені мәлім болып, қолына шекайран жағып құтылды. Шілденің соңын ала, 3 күн жауған толассыз нөсерден кейін басқыншы жәндіктер ұшты күйлі ғайып болды. Ал ауыл адамдарының арасында шешімі жоқ жалғыз сауал қалды. Бүйі қайдан келді? Қайда кетті? Бір білгіштер айтып жүрді, самолетпен арнайы шашқан екен. Ауып келіпті. Шын ғажабын ешкім білген жоқ. Тек көзіміз көргені, бүйі шағып аман қалғандары жардай болып семіріп кетіп жатты. Бұл менің есімде қалған ең қорқынышты жас еді. Әңгіменің соңы.